балам үйленгісі келеді, бірақ иманы бар қыз жоқ дейді. Астағфирулла. Астағфирулла. Сонда жер бетінде иманы қыз жоқ, сонда сіздің балаңыз ақ қой сонда. Алла сақтасын. Сонда мына отырған бәрі имансыз ба сонда? Сіздің балаңыз сонда, сіз де имансызсыз ба сонда? Сіз білесіз бе, имансыз деген сөз кәпір деген сөз ол. Бәрі кәпір ме сонда? Енді ары қарай жалғастырайын. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтады, біреуді кәпір десең, егер ол кәпір болмай қалса, сен өзің кәпір боласың дейді. Сондықтан абайлаңыз, олай сөйлемеңіз. Сонда жер бетінде сіз қазір алмай тұрған келінді осылай істеп аласыз. Ертең келіннің соры боласыз қой мына түріңізбен. Балаң екеуіңіз қосылып алып тұрып жан жейсіңдер ғой. Жер бетінде алмай жатқан қызға сіз уже менсінбей тұрсыз. Келініңізді уже менсінбей тұрсыз. Әлі алған жоқсың әлі. Енді ол менсінбегеннен кейін қалайша келін болады сізге? Отырса опақ, тұрса сопақ болады. Қалай болады? Дұрыс емес. Дұрыс емес сіздікі. Түбегейлі. Осы райыңыздан қайтпасаңыз, балаңыздың да өмірін құртасыз. Иманды қыз жоқ, енді саған иманды қыз жоқ. Сонда ол да сөйтіп жүреді, иманды қыз жоқ деп. Как это? Сонда иманды деген сөз не сізге? Иіле беретін адам ба? Ассалаумағалейкум. Сізге шындықты бетің айтса ұнамайды ғой сонда. Жоқ, үйді жинай беретіндер ма, сыпыра беретін ба? Или аузын жауып жүретін ба, замок қып? Бізде малай сияқты құл керек па? Сіздікі дұрыс, тек қана сіздікі дұрыс. Сіздікі дұрыс. Ойбай, солай ма? Жоқ, сенікі ене, сенікі дұрыс емес десе, өкпің жарылып кетеді ғой сіздің. Имансызсың сіз деп. Жоқ, олай емес, апай. Сіз балаңыз, ладно, сіздің өміріңіз өзіңізде, бірақ балаңызды бұзбаңыз. Балаңыз өзі тапсын, өзі қалағанын қосылсын. Иманды болса да, сіз айтқандай, имансыз болса да, көретін сол, қызын көретін сол. Мұрныңызды тықпаңыз оның өміріне. Бүкіл шешелер, балаларыңыздың өмірін араласпаңыздар. Өзі қалап қосылды ма, салақ бола ма, олақ бола ма, маймақ бола ма, кім болса болсын, өзі жақсы өмір сүріп жатыр ма, бақытты болсын. Болды.